армысыздар ағайын. Келіп жеткен жақсылықтар жиынтығы әз Наурыз мейрамы Құтты болсын. Саф тыйылып сарықаның бораны, күн өрлейді күмбізінен жоғары. Наурыздың 22-сі толғанда толса да 9 жылдың торабы. Наурыз менің елімнің берекесі, жаңа жылы қазақтың мерекесі. Шаңырағы биіктеп күнге жақын, ұлан ғайыр келісінің керегесі. Кеше ғана Наурыздың 1-ші күні көрісу күні болып еді. Көз ашылмаша 9 күні де кетіпті. Иә, ал бүгін көптен күткен ұлыстың ұлы күні Наурызда келіп жетті. Осы уақыт аралығында колледжде көптеген жұмыстар атқарылған болатын. Наурыз мейрамының шығуын тарихына жайлы сфера дебат клубы бейнеролик түсірді. Спорттық сайыстар колледж жатақханасындағы студенттер арасында өткізілген болатын. Сондай-ақ колледжде өткізген Наурыз аруы байқауында сұлу да сымбатты, өздеріне сенімді арулар қатысып бағын сынады. Ұлттық тағамдарды дайындау бойынша геолог жастары ұйымы студенттер арасында байқау орналастырған болатын. Және де руханият шешендік өнер ұйымы барлық халықты құрмет күнімен құттықтайды. Ерекше айтап өтетіні, колледжіміздің ертілер тобы қарттар мен ардагерлері көмектесіп, мейраммен құттықтау арқылы көңілдеріне қуаныш сыйлады. Және де осы уақыт аралығында колледж студенттері арасында өткізілген байқау талаптарына сәйкес бейнеролик түсірілген болатын. Салтын білмеген салтты түсінбейді дегенде, 1-3 курс студенттер арасында өткізілген салт дәстүрлер байқауының қорытындысын назарларыңызға ұсынып өтсек. Геологиялық барлау колледжінің 1-ші және 3-ші курс студенттері арасында өткізілген салт дәстүрлер байқауында аса белсенділік таныта отырып, үздік көрсетілім көрсетіп, 1-ші орын алған үшін БК-92 тобы марапатталады. Құттықтаймыз! Дәл осындай мәтінмен 1-3 курс студенттері арасында өткізілген салт дәстүрлер байқауындағы аса белсенділік таныта отырып, үздік көрсетілім көрсетіп, 2-ші орын алған үшін ГК-01 тобы марапатталады. Құттықтаймыз! Геологиялық барлау колледжінің 1-ші және 3-ші курс студенттері арасында өткізген салт дәстүрлер байқауында аса белсенділік таныта отырып, үздік көрсетілім көрсетіп, 3-ші орын алған үшін ГК-02 F91 тобы марапатталады. Құттықтаймыз! Жолда орын алмаса да, айтарлықтай жақсы көрсеткіштер көрсете білген топтарды номинация марапатталады. Геологиялық барлау колледжінің 1-ші және 3-ші курс студенттері арасында өткізген салт дәстүрлер байқауында аса белсенділік танытып, парасатты пайымдау, шынайы көрініс, ұйымшыл топ номинациясымен Б81, Г01 және де БК-02 топтары марапатталады. Құттықтаймыз! Мына үйге жарападан айтайық.
үйің үй екен, үйдің көркі ши екен, саба көркі би екен, сандық көркі түйе екен. Ақсарайда үйі бар, Ақбөкенде қойы бар, қара сақал керім иық, қандай байдың үйі екен. Айтайын жарапазан үйіңізге, ұстаған үй айнала шиеңізге, қой берсең, қозы берсең, көп болмаймын, келіпсіз бұйыл жылы күйіңізге. Айтайын жарапазан үйіңізге, туарлық үй айнала шиеңізге. Осы үйдің шаңырағы шапшақ екен, жеңгеміз осы үйдегі аппақ екен. Айтамын жарапазан есігіңе, қошқардай қосыл берсін бесік. Ассалаумағалейкум, ақтан келдім, айы туып күні шыққан жақтан келдім. Айтты деп жарапазан сөкпеңіздер, пайғамбардың соңынан ерген пендедім. Мұхаммед, үммет айтқан жарапазан, 12 айда бір келген оразиман. Балалардың мінгені зорға тай болсын, зорғалатып келгенде байдың қызына жай болсын. Ай жағыңа қарасаң, алтынан терек орнасын, күн жағыңа қарасаң, күндізден терек орнасын. Бөчіл бол, бұл сорғайдай түнчіл бол, бәйтеректей бүшіл бол, пайғамбардай нұрлы бол. Ал енді мұны үйге барып жарапазан айтып. Ал енді жолдарың болсын. Айнар, сен домбырада ойнай аласың ба? Жоқ, ойнап та көрмеппін. Ал біздің студенттеріміз шет-шетіне өнерді. Бірі түрлі аспапта ойнаса, тағы бірі би деп аңса. Олай болса ендігі кезекте өнерлі студенттеріміздің видеороликтеріне жасаған қуаттылармен бөлісіп өтсек. Геологиялық барлау колледжінің 1 және 3 курс студенттері арасында өткізілген музыкалық байқауда аса белсенділік таныта отырып, үздік әуенді нөмір дайындап, бірінші орын алған үшін Г82 тобы марапатталады. Құттықтаймыз! Дәл осындай мәтінмен 1-3 курс студенттері арасында өткізілген музыкалық байқауда аса белсенділік таныта отырып, үздік әуенді нөмір дайындап, 2-ші орын алған үшін И-01 тобы марапатталады. Құттықтаймыз! Дәл осындай мәтінмен үздік әуенді нөмір дайындап, 3-ші орын алған үшін И-81 тобы марапатталады. Құттықтаймыз! Ал ендігі кезекте номинацияларға тоқталсақ. Геологиялық барлау колледжінің 1 және 3 курс студенттері арасында өткізілген музыкалық байқауда аса белсенділік таныта отырып, сазды әуен, Дарынды домбырашы номинациясымен ОСК 81 Г81 және ИК91 тобы марапатталады. Құттықтаймыз! Сондай-ақ колледжіміздің студенттері ғана емес, сонымен қатар ұстаздарымыз да қалыспай өз өнерін көрсетіп жатыр. Бұның рас. Олай болса, сіздердің назарларыңызға Жұлдыз Нұрланқызының орындауындағы көңіл толқыны күйін ұсынамыз. Геологиялық барлау колледжінің 1 және 3 курс студенттері арасында өткізілген бір шаңырақ астында байқауында аса белсенділік танытып отырып, үздік қуыршақты безендіріп 1-ші орын алған үшін ФК-02 тобы марапатталады. Құттықтаймыз! Дәл осындай мәтінмен бір шаңырақ астында байқауында аса белсенділік таныта отырып, үздік қуыршақты безендіріп, 2-ші орын алған үшін ВК-92А және Б-01 тобы марапатталады. Құттықтаймыз! Дәл осындай мәтінмен үздік қуыршақты безендіріп, 3-ші орын алған үшін ФК-80К, Г-92 топтары марапатталады. Құттықтаймыз!
Барлығымыз білетініміздей, еліміз көп ұлтты мемлекет. Және осы орайда барлық ұлттарды бір шаңырақ астына жинау мақсатында әр ұлттың ұлттық нақышта безендірілген қуыршақтар байқауы өткізілді. Бұл басқа ұлттардың салт дәстүрлері мен тұрмыс тіршіліктерін тануға көмектеседі. Өйткені халықтың өмір салты оның ұлттық киімдерімен көрініс табады. Осыған байланысты осындай аспектілерді жақсы жеткізе білген топтар марапатталады. Геологиялық барлау колледжінің 1-3 курс студенттері арасында өткізілген бір шаңырақ асты номинациясымен сүйкімді қуыршақ, Тартымды қуыршақ, және де сүйкімді жұптар номинациясымен ГК-01, Г01А Г81 және де ГК92А топтары марапатталады. құттықтаймыз! Yaptım zireli, birbirinden şireli. Üç petir yaptım zireli, birbirinden şireli. Yüreğin bağa gireli, yüreğin bağa gireli. Kızıl güller tireli, kızıl güller tireli. Naz bilen aheyya, asıl bilen ibiya. Naz bilen aheyya, asıl bilen ibiya. Yapaman okşatıp, repideni kakşatıp. Nan yapaman okşatıp, repideni kakşatıp. Enem aytsam etmiydi, enem aytsam etmiydi. Tandıra boyum yetmiydi, tandıra boyum yetmiydi. Naz bilen aheyya, ısılı bilen ibiya. Naz bilen aheyya, ısılı bilen ibiya. Kolları dert görmesin, sıkınan yapkanı kolları dert görmesin. Nanlı хушбой. 15 наурыз күні колледжімізде наурыз аруы байқауы өткізілген болатын. Және осыған байланысты бүгін бізде қонақта Гаухартас үйірмесінің жетекшісі Нүсіпжанның Орал еткені. Наурызыңыз құтты болсын, алып жеп отырыңыз. Рахмет, сіздерді наурыз мерекесімен құттықтаймын. Және де Орал еткені сізге қоятын бірнеше сұрағым бар еді. Бірінші осы байқау онлайн режимде колледж тарихында бірінші рет өткізіліп отыр. Және де осыған байланысты қандай қиындықтар туындады? Байқау негізінен үлкен үш жаңағы кезеңнен тұрды. Ең бір үлкен қиындығы біз байқауға қатысқан әрбір қатысушыны көзбе көз көрген жоқпыз, бірақ олардың өздерінің дайындығы бойынша бағаладық. Олардың еңбектерін, жаңағы конкурсқа деген белсенділіктерін ерекше атап өткіміз келеді. Екінші сұрағым Орал еткені, сіздің ойыңызша қайсысы ең жоғары көрсеткішті көрсетті деп ойлайсыз? Және де атап кетсеңіз соларды. Өте жақсы сұрақ. Бұл байқауда бірінші және үшінші курс арасынан қаншама әдемі, білімді қыздарымыз атсалысып белсенділік танытты. Солардың ішінен ерекшелеп атап өткім келеді. Оспанбаева әдемі, Галемова Карина, Поштабаева Карина және Маратова Жанерке. Ал енді осылардың ішінен және басқа аруларымыздың ішінен ерекше өнерімен, ерекше жаңағы өзінің ерекшелігімен ерекшеленген, дараланған біздің наурыз аруы 2021 деп жүлделі орынға ие болған Ғалымова Олжан Г02А тобының студентін шын жүректен құттықтаймыз. Және жаңағы өздерің айтып отырсыңдар балалар, бұл онлайн үлгіде өтіп жатқан байқау болғандықтан колледждің атынан бағалы сыйлықты Олжанға табыстаймыз, жолдаймыз және мына дипломды сіздердің көздеріңізше оқып бергім келеді. Наурыз мерекесі қарсаңында геологиялық барлау колледжінде өткен Наурыз аруы 2021 байқауының бас жүлдегері Ғалымова Олжанды құттықтаймыз. Kabul болатын күн, бізбен бірген сала күн
Сұлтан, осы байқаулардың арасында саған қайсысы ең қатты ұнады? Маған 4 баланың ат үстінде жарапазан айтқаны ұнады. Мен өзімді байырғы кезде ауылдағыдай сезіндім. Маған да ол өте қатты ұнады. Және де тағы қоса кетсем, маған көркем безендірілген Украина ұлтының қуыршағы өте қатты ұнады. Дұрыс айтасың, ол өте әсерлі және керемет болды. Ал өнер жағын айта кетсем, И-81 тобының скрипкада ойнаған маған ұнады. Өте әсем болды. Мен сенімен толықтай келісем, бірақ та менің айтып отырғаным, барлық 3 байқаудан да өте жақсы керемет күрескіш көрсеткен ол ОСК 02 тобы болған болатын. Ондеше, бізде қонақта ОСК 02 тобының көшбасшысы Бекежанова Аида және де Жадыра Сатсаловна. Қош келдіңіздер. Отырыңыздар. Ауыз сүй отырыңыздар. Наннан ауыз тиіңіздер, ұялмаңыздар. Рахмет. Және де сіздерге қояр 1-2 сұрағымыз бар еді. Менің бірінші сұрағымды қоя кетсем, қалайша сіздер 30 топтың арасынан алдыға суырылып шығып, ең жақсы көрсеткішке иеледіңіздер? Себебі бізге өзіміздің кураторымыз көмектескен болатын, және де ата-аналардың көмегі зор болды. Соларға мың алғыс. Және де тағы да бір сұрақ. Осы жұмыс барысында қандай қиындықтар туындады? Мен жауап бере кетейін. Жұмыс барысында қандай қиындықтар туындады десек, яғни бесікке бөлу рәсімін көрсету керек болды. Сол кезде жаңағы бесікті табу бізге кереметтей қиын болып жатты. Өйткені қазіргі таңда жастар балаларды бесікке бөлемейді екен. Бұрындарғы ата-бабамыздың сақтап қойған бесігін әлі іздегендер тауып, жаңағы жабдықтарын әкеліп, содан өзіміз ұйымдасып, бір группа болып, мені тыңдап балалар өзіміз сол жерде ұйымдасып, жақсы қылып осы рәсімді өткіздік деп ойлаймыз. Және де сіздерге ОСК 02 тобының атынан қырғыз ұлтының киімімен тігілген қуыршақты сыйға тартамыз, мұражайға ұсынамыз. Ой, жақсы болды. Рахмет. Қандай күшті қуыршақ. Және осы орайда айта кететін, геологиялық барлау колледжінің 1-ші және 3-ші курстар арасында өткізілген жалпы Наурыз байқауында ең үздік деп саналып, аса белсенділік танытып отырып, байқаудың 3 бөлімде де үздік көрсеткішке ие болған ОСК 02 тобы бас жүлдемен марапатталады. Құттықтаймыз! Және де бас жүлдеріңіз құтты болсын. Осы орайда сіздерге бір сыйлық табыстағым келіп тұр. Тағы да біледі сіздерді құттықтаймын бас жүлдеріңізден. Рахмет сіздерге көп-көп. Бұл енді бір үлкен бізге тосын сый болды. Группамен жанталасып, күнде-күнде дайындалғанымыз еш кетпеді. Сіздерге көп-көп рахмет, өзіміздің ата-аналарымызға да рахмет. Осындай жетістіктерге біз де жете берейік. Әрі қарай жарыстар болса, оған да қатысамыз, тағы да жетістіктерге жетеміз деген сенімдеміз. Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын, дендеріңіз сау болып, қашанда осылай жарқырап, жайнап жүре беріңіздер. Барлық жетістіктерге жақсы ниетпен жете берейік. Рахмет. Осы қуаныштарыңа бөлісіп, біз де алыс жолдан келіп қалдық ал енді. Ал ендеше тамақтан ауыз тиіп отырыңыз. Ал ендеше кеш болмай бесікке бөлу рәсімін бастасақ қалай қарайсыз? Баланы алғаш рет бесікке бөлу, ол үгірлі-шүгірлі қадірмен әйелге тапсыратын ырым бар. Сондықтан Ұлжан апа, сізге бұл ырымды тапсырсақ. Ал, мені өстіп сыйлап, құрметтеп жатқандарыңа мың алғыс. Ондесе жүріңдер бесікке барайық. Ал, кәне, ең алдымен қазақ дәстүрінде тыштырынба деген және аластау деген ырым болған екен. Біз осы салт дәстүрлерді бірінші орындауымыз қажет. Ал, бисмиллахиррахманиррахим. Алас, тіл көзден алас, пәле жаладан алас, тілі бардың тілінен алас, 30 омыртқалыдан алас. Ал енді кішкентай қыз-келіншектер бәрін жиналыңдар. Тыштырма салт дәстүрін жасаймыз. Тыштыма, тышты. Ал енді баланы бесікке бөлейік. Келін, баланы алып келіп сен өзің мына бесікті қалай жөндейтінін қарап, дұрыстап қарап ал. Ал, бісмилла.
Ең алдымен баланың асты жұмсақ болсын деп көрпешесін қоямыз. Кейіннен мына баланың басына шаң қарай жастықты қоясың. Жастықты дұрыстап қоймасаң баланың мойны ауырып қалуы мүмкін. Кейіннен мына жаялықты басына қарай төсейсің. Ал бисмилля, баланы енді жатқызайық. Ал енді бұны біз сізге беріп отырған себебіміз сіздің жолыңызды білсін деп, сіздің жасаған жақсыңызды жасасын деп беріп отырған жайымыз бар. Ал бисмилля, рахмет. Кейіннен Келінжан мына астыңғы түбегін өзің жөндеп қарайсың. Ол кіші дәреті мен үлкен дәретін шығу үшін. Ең алдымен мына баланы, бала құлап кетпес үшін немесе қатты тартып байлама. Осы баумен баланы 2 рет айналдырып байлаймыз. Жақсы әже, бәрі түсінікті. Міне. Ал енді мына жапқыштарды жауып жіберейік, кәнеки. Ал мен бата берейін, қолдарың жайыңды. Көтерейік білекті, нұрға бөлеп жүректі, бәйтеректей биік болсын, өлең өнегелі болсын. Әмин. Әмин. Ал енді біз шашу жіберейік. Қанеке. Шашу! Шашу! Келеген көргенім жығылмасын желгенің қуалап бармай. Енді сіздерге кішігірім сыйлығымыз бар еді. Орамал тон болмайды, жол болады деген ниетпен сізге орамал жапсақ деп едім. Ай, рахмет, осылай сыйлап. Үстіңізде түспей киіп тағып жүріңіз. Өзіңіз тоздырыңыз. Рахмет, осылай сыйлап жатқандарыңа үбірлі-түбірлі болыңдар. Осылай мені құрметтеп, баланы бесікке бөлу салтын бергендерің үшін мен сендерге өте риза болып тұрмын. Осы үшін мың алғысымды айтамын. Ал енді дастарханға барайық. Қызық еркем ай, ұрыншағым ай, құлыншағым ай. Өзімнің қарасы, көңілімнің сарасы, бітпейді іштегі ғашықтықтың жары. Жыл басы наурыз қалай өтсе де, келесі жылы да дәл осылай өтеді деседі. Сондықтан жыл бойы дастархандарыңыз бол, дендеріңіз сау болсын. Міне, осылайша біздің уақыт тамамдалуға шақ келді. Иә, бірақ аяқтамастан бұрын қолымызды жайып, ақ батаны қабыл алайық. Ағайын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барса да жол болсын, ұлыс бақты болсын, төрт түлік ақты болсын. Ұлыс береке берсін, бәле жала жерге енсін. Ұлы халқым тоқ болсын, көліктері көк болсын, уайым қайғы жоқ болсын, қуаныштарың көп болсын. Әумин. Әз наурыз құтты болсын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.